Мен Нұрғалиева Нұршат Әбдіғайымқызы, Павлодар облыстық Нұр Ана әлемі қоғамдық бірлестігінің мүшесі болғаныма 30 жылдай болып қапты. Осы кезеңдерде біз жастарға салт дәстүр, мемлекеттік тілді насихаттау, қайырымдылық жасау және елбасының әрбір жылы халыққа жіберген жолдауын насихаттап жүрміз. Есімнен кетпейтін бір кезең ол қазақ халқының 550 жылдық тойына бізді Астана қаласы, қазіргі Нұр-Сұлтан қаласына тойлауға апарған кезі. Ол кезде апалардың ішінен осы елбасын құттықтау сәті маған түсіп, елбасын осы мерекемен құттықтап, зор денсаулық тілеп, ертіс Баян өңірінен жалынды сәлемімді айттым. Елбасы құттықтағанымызды, біздің сәлемімізді жылы қабылдап, апалардың қолындағы шашудан шашып, айтып тұрған халық әні Беойдай әнін бізбен бірге айтып, өте қарапайым, кішіпейіл, мейіріммен бізге қараған кездері есімнен еш уақытта кетпейді. Осы кезеңді мен өзімнің ұрпағым, немерелеріме, оқушыларыма кездесуге барған бәріне сондай бір қуанышты сәтпен еске алып айтып отырамын. Елбасына әрқашанда денсаулық тілеймін, бақытты да ұзақ ғұмыр тілеймін.